Холка дегеніміз не және одан қалай құтылуға болады? Холка дегеніміз бұл мойын омыртқасының кеуде омыртқасына өтетін жетінші мойын омыртқасының аймағында майдың жиналуы. Холка қай жаста пайда болуы мүмкін? 40 жастан кейін тек қана әйелдерде деп ойласаңыз қателесесіз. Өркеш ерлерде де, өте жас адамдарда да және тіпті гаджеттерден бас алмайтын, яғни мойнын үнемі иілуге мәжбүр ететін, көп уақытын телефонға телмірумен өткізетін жасөспірімдерде де пайда болуы мүмкін. Бастапқыда бұл сырт көзге аса көрінбеуі де мүмкін, бірақ ол бірте-бірте өсіп мүсініңізге сызат түсіреді. Кейіннен жағымсыз сезімдер қосылуы мүмкін. Ауырсыну, бастың артқы жағындағы қаттылық, бас айналу және тағы басқа. Егер сіз өркештен зардап шегіп жүрсеңіз, үмітіңізді үзбеңіз. Біріншіден, бұл әйелдер мен ерлер арасында өте кең таралған құбылыс. Екіншіден, бұл міндетті түрде жасқа байланысты өзгеріс емес. Үшіншіден, оны емдеуге болады. Пайда болу себептеріне келетін болсақ, ол осанканың бұзылуы, аз қимылдау, остеохондроз, мойын бел омыртқасындағы өзгерістер, гормондық өзгерістер, менопауза, эндокринді аурулар кезінде болуы мүмкін. Және де артық салмақ, жергілікті май жиналу. Емдеу және алып тастау жолдары. Ең бірінші ол консервативті әдістер. Оған не жатады? Емдік гимнастика, арнайы жаттығулар, мойын және арқа бұлшықеттерін нығайту, массаж, остеопатия, қолмен емдеу, яғни қан айналымын жақсартып, тығыздануды азайтады. Физиотерапия, оған ультрадыбыс, лазер, электрофорез алсаңыздар болады. Және де дұрыс тамақтану, салмақты бақылап отыру. Екінші ол медициналық әдістер. Липосакция, артық майды хирургиялық жолмен алу, хирургиялық пластика, үлкен өркеш немесе тығыз фиброз болған жағдайда. Маңыздысы, холканы жай массажбен толық кетіру мүмкін емес, егер ол остеохондроздан немесе гормондық себептен болса. Алдымен УДЗ, рентген немесе МРТ жасатып, эндокринолог пен невропатологқа қаралған дұрыс. Ақпарат пайдалы болса, менің каналыма жазылып